Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз өзіңізді қуантып, экзотикалық бір нәрсе ішкіңіз келсе, онда өзіңізге арнап марокканский шай дайындаңыз. Марокканский чай жүйке жүйесін тыныштандырады, бас ауруды жеңілдетеді, сонымен қатар ас қорытуды жақсартады және микробқа қарсы қасиетке ие. Бұл суықтан күресудің бірден-бір құралы болып табылады. Шайымызға қажетті заттар: бірінші 3 тілік лимон, 4 тілік апельсин, жалбыз және науат, қара шай немесе көк шай. Мен екеуін бірге пайдаланғанды жақсы көрем. Қан қысымы жоғары кісілер көк шаймен демдеп ішсе болады, ал қан қысымы төмен кісілер қара шаймен демдеп ішсе болады. Бір пәрнек шайға 5 түйір гвоздика және 1 шай қасық корица. Ал енді шайымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен шайнегімізге лимонымызды саламыз. Содан кейін 4 тілік апельсинімізді саламыз. Жақсылап жуылған жалбыздарымызды саламыз. Келесі науаттарымызды саламыз. Оның үстіне корица мен гвоздикамызды саламыз. Ең соңынан шайымызды салып, үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Сөйтіп шайнегіміздің бетін жауып 10 минут бұқтырып қоямыз. Ал енді біздің шайымыз дайын. Шығыс дәмдеуіштерінің бір-бірімен керемет үйлесімдігін тапқан, адамды тыныштандыратын, ерекше дәм мен иіске ие керемет шай болып табылады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде бұл шайды жасап көріңіз. Сіздермен болған Айзат Мұсагуловадан пайдалы кеңестер каналы. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және бұл видеомен достарыңызбен бөлісуіңізді сұраймын.